Радио шығарылым пәні бойынша кезекті лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы подкаст әзірлеу деп аталады. Яғни бір радионың технологиясына қатысты, журналистік құралдарына қалай хабар дайындау керек, қалай монтаждау керек, яғни солармен қалай жұмыс істеу керек, соның лекцияларын аяқтаймыз. Бұдан кейін әдістемесіне көшетін боламыз. Подкаст деген қазір радиодағы басты трендтердің біреуі болып тұр. Өйткені ең қолайлы тыңдауға да, аудиторияға да, тыңдарманға жетудің бір жолы. Бұл бағытта біреулер кәсіби маман ретінде қалыптасып, табыс тауып, осымен жан бағып отқан жағдайы да бар. Ал енді көп адамдар подкасты хобби ретінде өзінің қосымша мүмкіндіктерін таныту мақсатында қолданады. Дегенмен, жас журналист үшін подкасттың маңызы өте зор. Міне соның технологиясын түсініп алайық. Қалай дайындауға болады, қалай тиімді етуге болады, үлкен аудиторияға шығуға болады. Бүгінгі әңгіме осы төңірегінде болады. Сонымен подкаст дегеніміз бұл ағылшынның iPod және broadcast деген сөзінен шыққан, яғни тыңдауға хабар тарату деген сөз. Біз радио эфир туралы жиі айтамыз. Ол жерде хабар, сіздің әңгімеңіз эфирлік құралдар арқылы тарайды және радио қабылдағыштар арқылы тыңдауға мүмкіндік болады. Қазір оны смартфонмен де тыңдайды, басқа да шағын құралдармен радионы тыңдауға болады. Ал енді бұл подкасттың басты айырмашылығы он интернетпен байланысты. Интернет арқылы тыңдауға болады, интернет арқылы таратылады, интернет арқылы жүктеп алуға болады және шағын құралдарда сақтап қойып, өзіңе қолайлы уақытта тыңдауға болады. Міне бұл екеуінің басты айырмашылығы осы таратылу каналында, таратылу жолында. Яғни сен тікелей эфирді тыңдау үшін оның кестесіне бейімделуің керек болатын болса, ал подкасты кез келген уақытта қолайлы, қолың босаған кезде тыңдауға болады. Басқа да шаруаларды атқарып жатты, подкасты тыңдай бересіз. Енді аудио подкасттың басты ерекшеліктері неде деген кезде айтқан әңгімең, сөзіңмен қоса сен эмоцияны еркін жеткізуге болады. Еркін сөз, жағымды дауыспен тыңдарманды жаулап алу оңай. Содан кейінгі бір ерекшелігі аз шығымен үлкен ой айтуға, пікір таластыруға, көпшілік назарын аударуға, үлкен аудиторияны жинауға мүмкіндік туады. Әсіресе бұл жас журналистер үшін сынақ алаңы. Өйткені енді ғана подкаст жазуды бастаған адам біріншіден мына микрофонмен жұмыс істеуді үйренеді, микрофон алдында өзін ұстауды үйренеді, сөз саптауды, сұрақ қоюды, жаңағы жедел ойлауды, сұхбат алуды, міне сондай қыр-сыры көп радио журналистің машықтарының барлығын осы подкаст арқылы үйренуге болады. Бұл үлкен сынақ алаңы дейтін себебіміз осы. Подкасты сәтті шығуы мүмкін, сәтсіз шығуы мүмкін, бірақ дегенмен оны жасап көру керек, онымен жұмыс істеу керек, жаңағы машықтарды қалыптастырып, өзіңнің тәжірибеңді жинақтауың керек. Тағы бір подкасттың ерекшелігі ол белгілі бір тақырыпқа құрылады. Кез келген нәрсеге бүгін мынаны айтып, ертең басқа тақырыпты қозғап, бір күні үшінші нәрсені айтып кетсең, онда сенің жүйелі аудиторияң болмайды, жүйелі әңгімең болмайды. Сондықтан да мүмкіндігінше подкастты бастамас бұрын өзіңнің қандай тақырыпты қозғайсың, қай тақырып саған жақын, және келесі тақырыптарың қалай болады, аудиторияның назарын қайтсең күшейтесің деген сияқты нәрсенің бәрін ойластырып алу керек. Яғни нақты тақырып болу керек, нақты идея болу керек, соның төңірегінде құрылу керек барлығы. Яғни бұл аудиоблогтың бір түрі, яғни блог күнделіктің өзің айтатын оқиғаны жеткізудің бір жолы ғана, технологиялық жолы ғана. Ал енді подкасты қалай құрамыз дегенде, жаңағы тақырып, идея, концепцияға қайтып ораламыз. Ең бірінші өзіңізге қызықты, жақсы білетін, жілігін шағып, майын ішкен тақырыптарды таңдап аламыз. Ол тақырып және аудиторияға қажет болу керек, аудиторияның сұраныстарын ескеру керек. Сіз қай аудиторияға хабар таратасыз? Ол аудиториямен байланысты қалай ұйымдастырасыз? Оны қалай жеткізесіз? Міне соның барлығын ойластырып, әбден пісіріп алып қана эфирге шығуға, жаңағыдай хабар таратуға болады.
Подкасттар тұтынушыға, сонымен қатар подкаст авторына өзінің ыңғайлылығымен әмбебап құрал болып саналады. Подкастта ең бастысы бұл тақырыптың өзектілігі, авторлық көзқарастың болуы және адамдардың басынан кешкен қызықты оқиғалары. Подкастты жанды мысалдармен, нақты деректермен, оқиғалармен жандандырып отыру керек, қызықты етіп отыру керек. Екінші бір назар аударатын жағдай, ол сіздің хабар тарату жиілігіңіз. Оның белгілі бір жоспары болу керек. Сен бүгін подкастты бастап, ертең жүргізіп, 2-3 күннен кейін оны тастап кетіп, 4-5 айдан кейін қайта оралатын болсаң, ол подкастты тыңдаушыларды жоғалтып аласың, аудиторияны қайта жинау қиын болады. Сондықтан да белгілі бір жоспарын жасауыңыз керек. Енді подкастта оны эпизод дейміз. Сол эпизодтардың бәрін құрып алыңыз. Бүгін әңгіме мынау болады, келесі жолы оны былай жалғастырамыз, үшінші әңгіме мынадай болады деген сияқты. Тіпті подкасттың әрқайсысының номерлері болады. Бірінші шығарылым, екінші шығарылым, үшінші шығарылым деген сияқты. Сөйтіп жалғасты болғаны дұрыс. Егер сіз осындай жүйені құра білсеңіз, ол тыңдаушы аудиторияға да ыңғайлы болады. Олар да үйрене бастайды. Бүгін мынаның екінші хабары шығу керек. Ертең 4-ші хабары шығады. 5-ші хабарына мен қатысамын деген сияқты жүйе болады. Енді оның жиілігін әркім әрқалай белгілейді. Әдетте аптасына ең кемі 1-2 хабардың шығып тұрғаны дұрыс. Тіпті күнара шығып тұрса тіпті жақсы. Бірақ сіздің барлығы тақырыбыңызға байланысты болу керек. Енді айына бір рет шығатын подкасттар кездеседі, бірақ олар аса тиімді бола бермейді. Өйткені сіздің подкастыңызға қайтадан оралатындай болу керек тыңдарман. Бүгін подкастыңызды тыңдаған адам келесінде күтіп отыру керек, соның кестеге сәйкес қай уақытта шығатынын білу керек, және шыққан кезде оған хабарласып, өзінің бағасын беретіндей, өзінің комментарийін жазатындай, болмаса белгілі бір кері байланыс орнататындай болғаны дұрыс. Ал енді подкастты жандандыру, қызықтырудың бір жолы қызықты тұлғаларды қонаққа шақыру. Қызықты сұхбаттар алу, сіздің әрине тақырыбыңызға қатысты. Айтып отырмын ғой, бір тақырыптан екінші тақырыпқа секіріп, бүгін ананы бастап, ертең оны басқаша жалғастырған деген дұрыс емес. Тақырыбыңызға қатысты қызықты қонақтар болса, соларды шақырып, өзіңіз сұрақ қойып, жауап алып, сол эпизодтарды тыңдарманға әдемілеп жеткізуіңіз керек. Міне, осындай негізгі тұжырымдары бар. Және бұл подкасттың бір нәрсе, бұл нағыз шығармашылық нәрсе. Бұл жерде қатып қалған дүние жоқ. Мына шеңберден шығуға болмайды, мынаны айтуға болмайды, мынадай сөйлеуге болмайды деген нәрсе жоқ. Кім қалай қалайды, әркім өзінше барынша өзінің шығармашылық қиялын, өзінің білімін барлығын осы подкастқа салуына болады. Ешкім сені редакцияламайды, сондықтан да оның жауапкершілігі мүлде басқаша. Бірақ нәрсе ол тыңдарманның көңілінен шығу, тыңдарманның назарын ұстау, тыңдарманға қайта қосылатындай әңгімелерді айту және кейінде олармен байланыс орнату. Ал енді подкаст жасау үшін, оны тарату үшін не керек дегенде, ең қажетті құралдар өткенде де айтқанбыз, ол компьютер, ноутбук болуы да мүмкін, планшетпен де ғана бәрін монтаждап ұйымдастыруға болады. Енді микрофон деген ол ең маңызды журналистің құралы деп айтқанбыз, тағы қайталап айтамыз. Смартфонға әрине тікелей жазуға болады, бірақ смартфоныңыздың сапасына, дауыстың өте анық жазылатынына, шу қосылмайтынына, қосымша бір кедергілер болмайтынына көз жеткізсеңіз, смартфонды да қолдануыңызға болады. Жөні ең дұрысы смартфонға жаңа сыртқы микрофонды қосып, сонымен жұмыс істеу. Енді тыңдап, оны тексеру үшін әрине аудиомонитор, наушник, гарнитуры сияқты құралдар керек. Ең негізгі құралыңыз сіздің дауыс пен музыканы өңдейтін компьютерлік бағдарлама. Өткенде бір бағдарламаны айттық, соған тоқталуға болады, басқасына тоқталуға болады. Бірақ жаңағы қосымша шу басқа болмайтындай орнықты бағдарлама болған дұрыс. Ең керек нәрсе интернет байланысы. Сіз интернет арқылы таратасыз, интернет арқылы сақтайсыз, интернет арқылы көбейтесіз деген сияқты құралдардың бәрі интернет байланысы, сымсыз байланыс арқылы жүзеге асады. Енді подкаст дайындаудың негізгі кезеңдері, ең біріншісі хабарлар топтамасын даярлау. Именно топтама, жалғыз хабар емес, топтамасын дайындаймыз. Әдетте подкаст бастаушылар 1-2 хабарды жоспарлап, алғашқы 2 хабарын қатар жазады.
яғни тақырып белгілі болғаннан кейін, идея піскеннен кейін, оған кімдер қатысады, соны ұйымдастырасыз. Мүмкін жеке өзіңіз де шығуыңызға болады әрине. Мысалы, екі адам жүргізетін подкасттар да бар. Тұрақты екі адам кесектесіп сөйлеп жүргізіп отырса, ол да подкаст болып табылады. Бірақ оның айтып отырмын ғой, бәрі тақырыпқа, концепцияға байланысты құрылу керек. Міне соның бәрін жазып аламыз. Аудиомонтаж программалары арқылы редакциялап дизайн жасаймыз. Яғни ашылуы подкасттың өрбуі, ортасында қандай да бір ескерту жаңағы үзілістері болса, оны музыкамен көркемдеп аламыз, және міндетті түрде жабылуын өңдейміз. Интро, аутро, оны ол видеода да бар, ол аудиода да бар. Яғни сіздің барлық эпизодтарыңыздың дизайны бірдей болу керек. Бірінші эпизодыңызды көрген адам екінші, үшіншіден де соның элементтерін тыңдап отыру керек. Соған байланысты ол өзінің таңдауын жасау керек, сізге баға беру керек. Содан кейін әдетте подкасттың ұзақтығы ұзынды қысқалы болады. Егер ұзақ хабар болса, оның ортасында кейбір жағдайларды қайталап отыру керек. Біз осындай подкастты жүргізіп отырмыз. Жүргізуші пәленше, бүгінгі бізде қонақта пәленше, бүгінгі тақырыбымыз мынадай. Және оның басында жаңағы ашылатын, жабылатын сөздердің барлығын үйлестіріп отыру керек. Міне өстіп әңгімені әбден жазып, пісіріп, тиянақтап алғаннан кейін, жаңа бірнеше хабарды жазып алғаннан кейін, оның әрқайсысын әрине MP3 деген форматта сақтаймыз, сөйтіп таратуға жібереміз. Міне бірінші кезеңі нағыз журналистік кезең, журналистік шығармашылықтың танытылатын кезеңі, және ұйымдастыру кезеңінің бәрінде маңызды жауапты адам ол журналистің өзі. Так, мына жерде енді Қазақстан бойынша ақпараттарды табу қиындау. Мынандай аналитикалық материалдар орыс аудиториясы бойынша, негізі Ресейдің аудиториясының көп параметрлері біздің Қазақстанның аудиториясына да өте дәл келеді. Міне, подкасттарды қандай жағдайда тыңдайды? Көбіне міне үйді жинап жүріп, жаңағы басқа бір шаруамен айналысып жүріп, подкаст тыңдайды екен. 47%. Белгілі бір іспен айналысып жатып, подкаст тыңдайды екен, 38%. Күніге ұйықтардың алдында подкаст тыңдаймын дегендер 36%. Қыдырып жүріп, жаңағы жаяу жүріп, болмаса жеңіл жүгіріп жүріп тыңдаймын дейтіндер 31%. Жұмыста отырып тыңдаймын дейтіндер де бар екен, 23%. Спортпен айналысып жатып, подкаст тыңдаймын дейді, 18%. Міне шамамен подкаст тыңдаушылардың негізгі қатары осылар екен. Енді білмеймін, бұның ішінде студенттер, оқушылар да бар болу керек. Міне негізгі тыңдаушылар осылай. Бұл Ресейдің зерттеу агенттігінің берген мағлұматы. Ал енді қандай тақырыптарға, және міне жынысына байланысты ерлер қайсысын тыңдайды, әйелдер қайсысын тыңдайды деген мына жерде үлкен топтама берілген. Міне әзіл хабарларын, юморға құрылған, жеңіл, анекдот айтатын, қысқа әңгіме айтатын подкасттарды тыңдайтындар ер адамдар көбірек екен, 64%, 55% әйелдер. Кино мен сериалдар туралы, солардың анонсы, солардағы қызықты кейіпкерлер, қызықты оқиғаларды тыңдайтындар да міне 50%-на дейін екен. Психология, мотивация дейсіңдер, кеңес беретін, түрлі деректерді беріп әңгіме қозғайтын тақырыптарға міне 24 әйелдер көбірек тыңдайды екен. Жаңалықтар, ақпараттарды подкаст арқылы тыңдайтындар ерлер 40%, әйелдер 38% дейді. Ғылым туралы 34%, әйелдер одан азырақ екен. Компьютерлік технологиялар, гаджеттер, мына неше түрлі жаңалықтар IT саласындағы, ол туралы ерлер 40% тыңдайды екен, әйелдер оған қызықпайды екен, 15%. Әдебиет туралы ерлер 17, керісінше әйелдер көбірек, 38%. Өнер туралы тақырыпты ерлер 19%, әйелдер 29%. Сұхбаттарды, қызықты сұхбаттарды 20% ерлер, 25% әйелдер ұнатады екен. Саясат туралы 27, 12% екен. Саясат деген тақырып онсыз да көп, сондықтан подкасттар оны қолдай қоймайды екен. Экономика тақырыбына ерлер көбірек тыңдайды екен, әйелдер азырақ тыңдайды екен. Міне бұл орташа жаңағы сұрау салудың нәтижесі жиынтығы. Енді бұл өте дәл келмеуі де мүмкін, бірақ негізгі бағыт бағдар беретін нәрсе осы. Енді сіз осыны қарап отырып, сіз қандай аудиторияға жұмыс істейсіз, ол аудиторияға қандай ақпаратпен шығасыз, өзіңіздің тақырыбыңызды нақтылауыңыз керек. Ол тақырыпты және қалай жетілдірем, қалай 1 жыл бойы, 2 жыл бойы жүргізем,
кімдермен сұхбаттасам, кімдерді алдыңғы қатарға шығарам, қалай жанды жаңағы қызықты етем деген нәрсенің бәрін өстіп ойластырып алу керек. Енді бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысатын жағдайлар болады. Bir тақырыппен бастап, екінші басқа мүлде тақырыпты. Бірақ ол кезде концепцияң да өзгереді, тақырыбың да өзгереді, слогандарың өзгереді, жаңа аудиторияға шығуға болады. Bir тақырыпты сынап көріп, кейін басқа жаққа ауысу. Микрофонды өшіріңдер. Так, міне, тақырыпты табуда осы сіздерге бағдаршам болатын шығар. Ал енді хабарды қалай таратамыз? Жақсы, тақырыбымыз белгілі, қалай жазатынымызды бәріміз білеміз, сұхбатты жүргіздік, жаздық, өңдедік, бәрі дайын, дизайнды жасадық. Енді подкастты тарататын арнайы орындар бар. Міне соларды дұрыс пайдалану керек. Ең бірінші ол жеке сайтың болуы мүмкін, немесе блогтар болуы мүмкін. Мысалы, WordPress-те болсын, лайв журналда болсын, бұна блогер дейді. Мысалы, біздің әлгі Абай кезетте де бар, басқа Массагетте де бар ау дейін блогтар. Сол блогтардың ішіне сен өзіңнің подкастыңды орналастырып, қысқа ғана ақпарат беріп, аудио запистерді орналастыруға болады. Ол бірінші жолы. Екінші жол, тек қана осы подкасттарды таратуға арналған, ондаған, жүздеген неше түрлі площадкалар бар. Аудио стриминг сервистері деп аталады олар. Міне атаулары мына жерде тұр. Бұлардың қай-қайсысына да кіріп, барлығы көпшілігі тегін жұмыс істейді. Ешқандай қаржының қажеті жоқ. Тек қана сіз белгілі бір аккаунттарыңыз арқылы тіркелесіз. Сол жерде өзіңіздің представительство өкілдігіңізді ашасыз. Сол жерге өзіңіз туралы ақпаратты бересіз. Және сол арқылы сіздің подкасттарыңыз өзі орналаса береді. Одан эфирге шығады. Онан кейін оның белгілі бір статистикасы өзі шығып тұрады. Сізді пәленбай адам тыңдады. Бразилиядан 10 адам тыңдады, Қазақстаннан 1000 адам тыңдады, Монғолиядан 100 адам тыңдады деген сияқты ақпараттың бәрін тура сол жерде қайтадан көріп тұруға болады. Көшіріп алғаны пәленше, тыңдағаны пәленше, мынадай құралдардан тыңдаған деген сияқты бүткіл статистиканы алып отыруға болады. Ал енді подкаст таратудың ең тағы бір кең танымал платформасы ол iTunes. Бұл енді Apple компьютерлерінде орнатылатын негізгі бағдарлама, енді оны Windowsқа да орнатуға болады. Бұл платформаның бір артықшылығы музыканы тарату, жаңағы подкасттарды тарату ғана емес, сол сияқты жаңағы статистикасын да толық береді. Керек десеңіз бүткіл мағлұматтардың бәрін жинап отыруға болады. Міне осындай бірнеше жолдары бар. Подкастты тарату қалай жеткізем деген жолда. Әдетте мамандар мынадай кеңес береді. Подкаст деген бірнеше жерде орналасу керек. Сіздің бір хабарыңыздың өзі, міне жеке сайтыңызда да тұру керек, мынадай алаңдардың бірнешеуінде тұру керек. iTunes'те ол болуы міндетті. Яғни мына iTunes'ті бірінші қарастырамыз, ол міндетті. Мына басқаларында әлеуметтік желіде жаңағы не орналастырасың ба, ол енді өз еркің, бірақ бірнеше жерде уақытылы тұрақты шығып тұру керек. Сонда ғана ол белгілі бір тиімділік береді. Осының бәрін қадағалап, осының бәрін жүйелеп отыратындай сіздің мүмкіндігіңіз болу керек. Келістік қой. Подкаст бір ғана жерде тұрып, ескерусіз жатпайды. Оны мүмкіндігінше көп каналдар арқылы тарату керек. Міне ең басты тұжырым осы. Так, подкасты осылай тарататын болдық. Мына қызметтердің қай-қайсында қарап көруіңізге болады. Соның біреуіне ғана тоқталыңыз. Біреу емес, енді екі-үшеуіне қатар тоқталатын болдық қой. Қазақстандық мынандай блогтардың біреуіне қосылу керек, мыналардың бірнешеуіне қосылу керек, iTunes ол міндетті. Так, ендігі мәселе подкасты қалай ілгерілетеміз? Яғни сіз подкаст жасадыңыз, оны орналастырдыңыз, біраз адам оны біліп тыңдады, қасыңыздағы өзіңіздің әріптестеріңіз ол бірінші кезекте тыңдады, ал енді ол аз, 20-30 адам. Оның қатарын көбейтуіміз керек. Ол үшін сіздің подкастыңызда мынадай жағдайлар қарастырылған жөн. Тыңдаған адам пікір қалдырып подкастқа жазылған дұрыс. Подписка дейміз. Яғни ол подпискаға жасалған жағдайда келесі сіздің хабарыңызды тыңдауға мүмкіншілігі болады. Оған ақпарат жетіп тұрады. Осындай подкаст пайда болды деген. Ол үшін сіз хабардың аяғында құрметті тыңдармандар, егер біздің бүгінгі айтқан әңгімеміз сізге ұнаса, қолдауды өтінеміз.
бізге жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар деген сөзді қайталап отырасыз. Яғни біз бұдан да қызықты хабарларды алда жасаймыз деген сияқты уәде беру керек. Екінші, өз жеке сайтыңызда не әлеуметтік парақшаларыңызда подкастқа жазылыңыздар деген өтініш хабарлама таратасыз. Яғни сол арқылы сіз тыңдармандардың қатарын өсіресіз, жаңа адамдар тартасыз. Әлеуметтік желілер қазір ең басты көмекші. Мессенджерлерді де пайдалануға болады, WhatsApp'ты да пайдалануға болады, Телеграмды да пайдалануға болады, Инстаграмды да пайдалануға болады, тіпті электронды поштаны да пайдалануға болады. Сол арқылы мүмкіндігінше сіз тыңдайтын адамның қатарын өсіруіңіз керек. Ал енді сіздерге сіздің жаңағы комментарий, басқа жерлерінде пікір қалдырып отырған, өзіңізге жаңағы подписка жасалған адамдарға ұдайы ризашылығыңызды білдіріп отырыңыз. Сый жасаңыз, кофе сыйлаңыз, егер көрші ауылдан болса, или болмаса бір қалада тұратын болсаңыздар, түрлі жеңілдіктер қарастыр дейді, байқау, акция деген неше түрлі нәрселер бар. Мысалы, бір кітаптарды ұсыныңыз. Осындай жақсы тұрақты комментарий жазған адамға мынадай бір керемет жақсы кітап бар, өзім оқып шыққам, енді сол кітапты мен сізге сыйлаймын деген сияқты неше түрлі амалдарды қарастыруға болады, оны және әр хабарыңызда айтып отырасыз. Ұдайы байланыста болыңыздар, бізде конкурстар өтеді, бізде мынадай акциялар өтеді деген сияқты. Міне тұрақтылық маңызды дейді. Яғни хабарды жаңалау уақытын белгілесеңіз, соны сақтап жүйелі жүргізіп отырыңыз. Хабар бір-екі рет шығып, календардан шығып кетпеу керек. Бір-екі апта жүргізіп, өнен кейін ұмытып кетпеу керек. Бұл өте маңызды. Яғни сізді күтіп отыратындай болу керек. Сіздің және жүйелі шығатын уақытыңыз эфирге алғаш рет белгілі болу керек. Міне осы уақытта, мысалы, сәрсенбі күні Бейсенбайдың подкасты эфирге шығады. Яғни сол күні мен оны күтіп жүремін. Шыққан кезде алғашқылардың бірі болып тыңдаймын. Егер осындай жүйелілік болса, онда сіздің подкастыңыздың жанды тыңдармандары болады. Ал енді тәжірибе жинап, үлкен аудиторияға шығып, танымал аудиоблогер болсаңыз, онда табыс табуыңыз да ғажап емес. Яғни сізге жарнама келе бастайды, жарнаманы өзіңіз орналастыра бересіз. Болмаса жарнама агенттері сізге шығады да, сіздің подкастыңызды 1000 адам тыңдайды екен күніне. Сондықтан да біз сізге жарнама берейік. Мынандай кішкентай ғана ақпаратты ана парақшаларыңыздың бір бұрышына орналастырсаңыз, болмаса подкастыңыздың ішінде айтсаңыз деген сияқты өтініштер беріледі, келісім жасалады. Сол жағдайда сіз тіпті ақша да табасыз. Ал енді тағы бір маңызды нәрсе бар. Подкасты таратудың жолы. RSS лента деген бар. Яғни бұл қысқа хабарлама жеткізетін сервис, қызмет. Осы қызметке жазылсаңыз, міне оны жазылудың жолдары мынадай. Осындай бірнеше ондаған қызметтер бар. Соларға жазыласыз. Бұл жағдайда сіз таратқан хабарлар, жаңа эпизодтар туралы ақпарат адамдарға, жаңа новостной сайттарда автоматты түрде өзі шығып тұрады. Бұны адам реттемейді, бұны компьютер өзі реттейді. RSS деген таңбасы бар нәрселерді жаңағы ұдайы таратып жатады. Ана бегущий строка деген болады ғой, сол сияқты. Міне ол жерде эпизодтың атауы, қысқа түсініктемесі, мұхаба деген бар. Мұхаба деген жаңағы сіздің сайтыңыздың эмблемасы, суреті, болмаса өзіңіздің суретіңіз, және соған сілтеме осы RSS лентада жүгіріп тұрады. Соны байқаған адамдар сізге қосылуы мүмкін. Мұнан кейін мынадай HTML деген форматта метаданные дейді. Сол данныйларды сақтайсыз да, оны подкастпен бірге орналастырасыз. Сол жағдайда сіздің ақпаратыңыз осы ленталарға шыға бастайды. Бұл да подкасты танымал етудің бір жолы болып табылады. Енді подкастқа қатысты. Подкасттың форматына қойылатын талаптар. Подкасттың мынадай негізгі форматы MP3. MP3 өткенде айтқанбыз, бұл сығымдалған формат, 10 есе сығымдалған формат деп. Бірақ біздің дауысымызды естуге, музыканы тыңдауға жеткілікті, сапасы өте жақсы. Міне 128 килобит битрейт пен жазылады. Бұл ең төменгі көрсеткіш. Енді бұдан жоғары істеуге болады, бірақ оның
алатын орны, жаңағы жүктелу уақыты көбейеді. Сондықтан да осы стандартты сақтасаңыз, соның өзі жетіп жатыр. Өнен кейін тегтер деген бар, мынандай ID. Әр подкастқа мынадай тегтерді жүргізіп отыру керек. Атауы подкасттың, яғни тұрақты бір атауы болу керек. Эпизодтың нөмірі, жаңа бірінші хабар, екінші хабар, үшінші хабар деген сөз. Подкасттың авторы, жаңа мұқабасы және басқалар. Міне оның барлығын жаңағы компьютерлік кәсіби бағдарламалардың бәрінде метаданные деген бөлім бар. Сол жерге кіріп, мыналарды енгізесіз. Сол кезде кез келген компьютерде аудио жаңағы рисунокпен бірге мына мағлұматтар, яғни автор, эпизод, мұқаба, сол сияқты ең қысқа мағлұматтар бәріне көзге көрініп тұрады. Так, міне подкастты ірілету RSS деген осы. Енді подкастқа қатысты мынадай кейбір терминдері бар. Подкаст клиент дейді. Бұл енді подкасты сол сияқты мына мобильді құралдарға жүктеп алуға болады. Яғни сіз мобильді құралдардағы приложениені жаңартқан кезде мына подкасттардың да жаңа мазмұны пайда болады. Сол арқылы қосымша аудиторияға шығуға болады. Яғни телефондар арқылы. Смартфон, мейлі iOS болсын, мейлі Android болсын, соларда сіз ұдайы тыңдауға жағдай жасайсыз. Бұл да керек нәрсе. Өнен кейін шоу-ноты, тайм-коды дейді. Міне, яғни сіздің подкастыңызды түсіндіретін қосымша материалдар беріледі. Әсіресе ана блогтар жасағанда, жеке сайт жасаған кезде қосымша ақпаратты беріп отырасыз. Әңгіме не туралы болып жатыр, текстік версиясы көрініп тұрады. Және мысалы жарты сағаттық сұхбат болатын болса, ең керек жеріне тез ауыса қоясың тайм-код арқылы. Қазір оның мысалын сәл кейінірек көрсетеміз. Сол сияқты міне жаңа кітаптың бөлімдері сияқты бөлім-бөлімге бөлуге болады подкастыны. Бірінші бөлімде мынадай әңгіме, екінші бөлімде соны жалғастырамыз, үшінші бөлімде қорытындылаймыз деген сияқты тыңдауға ыңғайлы етіп неше түрлі жасауға болады. Meetup деген тағы бір термин бар екен. Яғни сіз өзіңіздің белсенді подкастқа қатысушыларыңызды белгілі бір уақытта жаңа кездесуге, конференцияға, болмаса чайға, басқаға шақырып ұйымдастыруыңызға болады. Яғни подкастты жүргізу үшін неше түрлі амалдарды қазір қолданады. Оның ешқандай, қалай десе, ұйымдастыру шараларында ешқандай шектеу жоқ. Өзіңіздің тұрақты тыңдармандарыңызбен қалай байланыс орнатасыз, тауға шығасыз ба, саяхат жасайсыз ба, ыстық көлге барасыз ба, болмаса Балқашқа барып демалып қайтасыздар ма, жазды күні бірлесіп. Оның бәрін ұйымдастыруға болады. Так, енді подкасттың мысалдарына көшейік. Енді Қазақ радиосы қазір подкасттарын біраз туралапты. Жаңадан мына WordPress платформасында өзінің подкасттарын бөліп жасай бастапты. Бұрын Қазақ радиосында подкасттың аты ғана тұратын, ерде жүктеу деген нәрсе тұратын. Қазір міне әр хабарға жеке-жеке подкаст жасапты. Мысалы міне Інжу Маржан деген Қошан Мұстафаұлы деген танымал радио журналистің подкасты. Бұнда қазақтың мысалы тарихына қатысты, қазақтың үлкен ақын, жырау, батыр тұлғаларына қатысты үлкен хабарлар бар. Міне сол подкасттарды мынадай безендіріп беріпті. Мына подкаст тыңдау деп өз жерден тыңдауға да болады, оны жүктеп алуға да болады. Міне Қазақ радиосы қолдап келе жатыр қазір бұл нәрсені. Оны жетілдіре беретін шығар. Енді барлық радиода қазір подкаст деген бар, оның маңызды хабарларын тыңдап отыруға болады. Ал енді мына сайт подкасттың бір үлгілері. Мына жерде мысалы міне 118-ші подкаст деп нөмір көрсетіліп тұр. Яғни 118 хабар дайындаған, ол хабарларда ұдайы бір адам қонақта болады екен. Міне подкасттың өзі тұр мына жерде. Міне жаңағы біз айтқан обложка деген мынау міне. Осылай обложка шығып тұрады, мерден жүктеп алуға болады, міне тағы қосымша нәрселерді жіберуге болады. Және бұл подкасттарды міне Apple-да қалай тыңдауға болады, Google-да, Яндексте, ВКонтактеде, Overcast-та бәрінде қалай тыңдауға болады, міне қай жерде қандай сілтеме тұр, барлығы тұр мына жерде. Ал енді мына нәрсеге назар аударыңыздар. Бұл подкаст тек қана міне подкастқа сілтеме ғана жасап тұрған жоқ, сонымен бірге подкасттың мазмұнын да ашып тұр. Міне жаңа тайм-код дегеніміз міне осы жерде көрініп тұр. Міне 19-ші минутта тиімділікті қалай есептеуге болады, сол туралы әңгіме басталады екен. 48-ші минутта басқа әңгіме басталады екен. Болашақта соғыс қалай өтеді деген тақырыпқа сөйлеймін дейді. Ал енді 56-ші минутта 5 нәрсе бір нәрседе деген рубрика бар екен. Міне сол туралы 56-ші минутта болады. Яғни сіз
бір шолып шыққанда подкасттың қай жерін тыңдауға болады, уақыт бойынша сізге өте қолайлы, ыңғайлы қылып тұр. Сонымен бірге міне подкастта айтылған кейбір ұғымдар, кейбір атаулар, есімдер туралы қосымша мағлұмат беріп тұр. Міне, мынау кім, мына сөзді қалай түсінуге болады. Сіз осыдан қарап-ақ, ары қарай не туралы болып жатыр әңгіме, соның бәрін біліп отырасыз. Енді бұл экономика тақырыбында бүгінгі экономикадағы трендтерге қатысты подкаст болу керек. Міне, әңгіме беру формасында. Сіз сол беру формасын ойластыруыңыз керек, қызықты етуіңіз керек, жаңағы бірін-бірі толықтырып, барлығы аудиторияға қолайлы болу керек. Міне, сол сияқты тағы бір подкасттың сілтемесі мына жерде тұр. Тарих тақырыбына арналған екен. Міне 31-ші эпизод эфирге шығып жатыр екен. Алан Тюринг деген мына компьютерлік технологияларды, алгоритмдерді, мына нақты құралды ойлап тапқан соғыс кезінде маман. Бұл туралы деректі фильмдер де бар, кітаптар да бар. Міне осындай тарихтағы қызықты оқиғалардың барлығын жазып отырып, міне 31 подкаст жасаған екен бір автор. Мынау соның сайты, оның басқа да көздері бар. Жаңағыдай айтқандай бірнеше подкаст платформада тарап жатыр оның подкасттары. Соның ең басты жинақтаушы жаңағы көрінісі осы сайтта. Блог, енді бұны блог деп есептеуге болады. Төмен түсе берсеңіз, алдындағы тақырыптар не туралы соны білуге болады. Бірақ бұның бәрі короче история деген тақырып, яғни тарихтың қызықты беттері, деректері, тарихтағы небір қалтарыс жағдайлар, соның барлық қызықты етіп әңгімелеп, өз даусыңмен әдемілеп жазу керек. Міне қазақтың тарихында да тура осы тарихқа қатысты мағлұматтар өте көп, әлі айтылмай жатқан нәрселері бар, қызықты кейіпкерлері бар, қызықты авторлары бар, қызықты ғалымдар бар. Міне осы туралы да жүргізуге болады. Ал енді оны кімдер тыңдайды деген нәрсені бірден ойластырып, соны жасап алу керек. Так, енді мына жерде міне подкастқа қатысты ондаған сілтемелер тұр. Міне таңдауға тұрарлық 7 қазақша подкаст дейді. Мен енді бұл подкасттардың бір-екеуін тыңдап шықтым, бірақ бәрібір көңілімнен шыққан жоқ. Қазақша подкасттар енді дами бастады. Бір 10 шақты ғана адам бар қазақша подкаст жүргізіп жүрген. Олардың өзіне кейде әртүрлі тақырыпқа бірінші кезектегі жаңа маңызды тақырыптан гөрі ойын сауықтық жаңағы нәрсеге кетіп қалады. Сонымен бірге Inform KZ, мысалы біздің әлгі Қазконтент ұжымы қазақ тілінде мынадай ондаған подкасттарды бастады. Бұның ішінде жаңағы тарих тақырыбында да бар, басқа да тақырыптар бар. Мыналардың барлық подкасттар енді пайда бола бастады. Бұлар бірді-екілі хабарлар бар, ақырындап тыңдап көрулеріңізге болады. Формасы қалай екен, беруі қалай екен, дауыстары қалай қойылған, қалай жұмыс істейді, міне соның бәрін ақырындап өздеріңіз бағалаңыздар. Содан қорытынды жасап, өздеріңіздің подкасттарыңызды жасаңыздар. Мына жерде бір журналда шыққан подкасттардың тағы бір сілтемесі тұр. Мына жерде ағылшын тілін үйренушілерге арналған подкасттар өте көп. Мына жерде неміс тілін үйренушілерге арналған подкасттардың сілтемесі өте көп. Тіл үйренем дегендерге подкаст деген өте көп. Соның ішінде қазақ тілі туралы да бір-екі подкаст бар екен. Міне подкасттарды қазір кез келген жерден тауып алуға болады. Мына жерде жаңағы тілге қатысты подкасттардың үлкен тобы тұр. Тіл үйренем дейтіндерге міне осының барлығы көмектеседі. Міне жаңа айттық, біз Apple компаниясы Ресейдегі үздік подкасттарға баға беріп, соған талдау жасаған екен. Оның сілтемесі мына жерде тұр. Яғни Apple жаңағы iTunes арқылы қанша адам тыңдады, қандай аудитория тыңдады, қандай тақырыптар өтімді болды, бірінші орында кім, екінші орында кім, қандай табыс тапты деген сияқты мағлұматтардың біразы бар осы жерде. Осыны сілтеме бойынша ашып қарап көріңдер. Ендігі мәселе, бұл подкасттың біз журналистік қырын айтып жатырмыз, яғни хабар тарату, белгілі бір тақырыпқа өзің хабар жасап, соны жеткізу. Бұл жерде ең бастысы журналистің әдемі дауысы болу керек, дауысы дұрыс қойылу керек, сөйлеу техникасы мінсіз болу керек, өте тартымды сөйлей біліп, тыңдарманды баурайтындай болу керек. Басты талабы осы. Өлең кейінгі нәрсе тақырып. Тақырыбын қызықты болу керек, оны айта білуің керек, оны жеткізетін тіл болу керек, оған қатысатын қызықты адамдар болу керек.
Бұл радио хабардың белгілі бір үлкен саласы дедік, бүгінгі тренд дедік. Ал енді бұдан басқа тағы бір үлкен саласы бар, ол аудио кітап деп аталады. Қазір аудио кітапқа деген сұраныс өте зор. Көп адамдар кітапты оқып, өзі оқығаннан көрі дыбыстық версиясын тыңдағанды қалап жүр. Соған байланысты міне әлемде storytel.com деген арнайы сайт бар. Сол сайтта әлемнің ондаған елдерінде, ондаған әлем тілдерінде мыңдаған, миллиондаған кітаптар орналасқан. Әрине ағылшын тілінде өте көп, орыс тілінде де өте көп. Сол кітаптарды кез келгенін, әсіресе мына классиканы тыңдауға болады. Яғни жүктеп алып тыңдайсыз, или басқаша тыңдайсыз. Мысалы 14 күнге дейін осы аудио кітаптарды тегін тыңдауға болады дейді міне. Ал енді 549 орыс ақшасын төлесеңіз, 1000 кітапты бір ай бойы оқуға сізге доступ ашып қояды. Міне осындай бизнес түрі ретінде де кітап, аудио кітап тарап жатыр. Қазақстанда да аудио кітап бірен-саран бар, бірақ ол әлі үлкен трендке, үлкен қозғалысқа айналған жоқ. Аудио кітаптары болашақта сұранысқа ие болады. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, неше түрлі гаджеттер қолымызда. Смартфон ол болса болмаса ең бірінші құрал. Смартфонға жүктеп алу, смартфон арқылы көлікте кетіп бара жатып тыңдау, автобуста, трамвайда, жаңағы неменеде, метрода тыңдау деген сияқты өте қолайлы. Сондықтан да кітаптарды тыңдау деген нәрсе күшейеді. Қазақтың классикасын аудио жасау керек. Бүгінгі әдебиетті өлең оқуға да болады, спектакльдерді тыңдауға болады, мотивациялық қазір материалдар, психологияға қатысты түрлі лайфхактар, болмаса мына IT дүниесінің, яғни компьютерге қатысты, гаджеттерге қатысты жаңалықтар, соның барлығы өтімді. Үлкен тағы бір отряд бар, ол автоәуесқойлар, көлік жүргізушілер. Оларға қатысты да тақырып өте танымал. Олардың барлығы көлікте көп уақытын өткізеді, мысалы таксисттер. Олар ұдайы радио тыңдайды. Ал енді бір мезгіл подкаст тыңдауы мүмкін. Подкастты жаңағыдай жүктеп алып тыңдауы мүмкін. Болашақта радио автоқұралдардың барлығында жаңағы сақтау, флешпен жұмыс істеу деген сияқты нәрселер болады. Енді онлайн қосылу өз алдына, одан бөлек міне, яғни мүмкіндік өте көп. Барлығының артында бір технология тұр. Жаңа дыбыспен жұмыс істеу, дауыспен жұмыс істеу, жақсы адамның кітапты оқуы, оны әдемілеп тұрып техникалық тұрғыдан мінсіз жазу, сөйтіп сақтау және тарату. Технология біреу, контент хабар болуы мүмкін, контент сұхбат болуы мүмкін, контент дайын кітаптың оқылуы мүмкін. Мысалы, Мұхтар Шахановтың бүт поэзиясын бір подкаст қылып жасап қоюға болады. Болмаса, Мұқағали Мақатаевтың бүткіл өлеңдерін подкастқа жинап жасаңыздар. Мысалы, оған енді авторлық құқық, анау мынау деген нәрселер бар, қосымша. Оны шешу деген қиын емес. Өнен кейін тағы бір нәрсе, мысалы бізде Абай KZ, Қамшы KZ деген сияқты қазақ тілін, қазақ мәдениетін насихаттауға құрылған ресурстар бар. Солармен келісіп, егер жақсы подкаст жүргізсеңіз, өзіңізге сенімді болсаңыз, материалыңыз қызықты болса, соларға орналастыруға болады. Ол үшін міндетті түрде пилотный выпуск дейміз ғой, пилоттық өзіңіздің подкасттарыңызды жасаңыздар. 1-2 хабарды жасаңыздар. Мен осыны дамыта аламын. Менің жағдайым бар, мүмкіншілігім бар. Осыны енді қайда шығарамын десеңіздер, оны ақылдасып көрейік. Сөйтіп ары қарай жаңағы белгілі бір платформалармен бірге жұмыс істеуге, өзіңіз жеке жұмыс істеуге болады. Кейін ол мүмкін сіздің кәсіби жұмысыңыз болып кетуі де мүмкін. Осы подкаст арқылы сіз радиоға жұмысқа тұру, телевизияға жұмысқа тұру, болмаса қазір тағы бір сала бар, ол ана аударма, дубляж дейді. Қазір сырттан келетін киноларды, деректі фильмдерді, сериалдарды аудару, дыбыстау деген өз алдына жеке бір шаруа. Ол салада да ондаған адамдар жұмыс істейді. Дыбыс режиссерлары бар, аудармашылары бар, жаңа оқитын актерлары бар. Олардың барлығы осы технологиямен жұмыс істейді. Дыбысты, дауысты жазу, дыбыстың, дауыстың дизайнын жасау, көркемдеу және тарату. Барлығы цифрлы өңдеу. Технологиясында еш өзгешелік жоқ.
Міне бүгінгі айтар әңгімеміз осы. Подкаст туралы. Так, енді не оқуға болады дегенде, енді ағылшын тілінде интернетте материалдар өте көп. Осылардың біразын қарап көріңіздер. Мына жерде жаңа тіл үйренушілерге арналған кітаптар бар. Подкаст жасау, оп-оңай материал тауып аласыз. Неше түрлі слайдтар, неше түрлі YouTube каналдар, барлығы баршылық, Құдайға шүкір.